Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 112 сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. Тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырамын. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты. 34-ші жаттығу, өлеңді түсініп оқы. Елден алғыс аламын, мен бағбанмын. Бақ қызы керек пе? Кел, балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамдыс. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Өлеңде кім туралы айтылған? Оған ат қой, өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңде бағбан туралы айтылған, сондықтан өлеңге бағбан деген ат қоямыз. Негізгі ой балаларды бау-бақшаны күтуге шақыру, бағбандық кәсіпке қызықтыру. 35-ші жаттығу. Жас бағбанның несіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырып көр. Үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки, бас киім киюді ұмытпа. Еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Бақты арам шөптен тазалап тұр. Қолыңа міндетті түрде жұмыс қолғабын ки, бақшаны жиі суғарып тұр. Құрастырылған нұсқаулықтан дара және күрделі етістіктерді тап. Дара етістіктер ки, ұмытпа, күрделі етістіктер тазалап тұр, суғарып тұр. Келесі 36-ші жаттығу, жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Шөпшілердің шөбін шашты, қолғабын дала қашты. Бұл жерде жауабы жел болады. Етістіктердің астынсыз дара күрделі екенін айт. Шашты дара етістік, ала қашты күрделі етістік болады. Шығармашылық үзіліс 37-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, тақырып бойынша әңгіме құрастырып жаз. Тақырыбы сотқар мысық. Сотқар мысық. Бір күні мысық далада келе жатып, кірпіні көзі шалып қалады. Қасына тақап түртіп көріп еді, қозғалта алмады. Кірпі қозғалмаған соң аяғымен қатты салып қалып еді, аяғынан қан саулады. Іс-әрекетіне өкінген мысық үйіне әзер жетті. Келесі дене жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек нұсқаулығын құрастырып көр. Ол үшін біріншіден, екіншіден, үшіншіден соңында сөздерін қолдануды ұмытпа дейді. Біріншіден қатты қобалжымау керек. Екіншіден қасыңдағыларды көмекке шақыру. Үшіншіден жарақат алған жерді таза матамен байлау керек. Соңында жарақаттың бетіне шаң тимеуін қадағалауымыз керек екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.